Қайырлы күн достар, өте жұмсақ үлпілдеген булочканың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы сүтке қантымызды саламыз және ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң шым-шым тұздан саламыз. Және бір жұмыртқамен ерітілген сармайымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды саламыз. Ұнымызды міндетті түрде аз-аздан қоса отыра қамырымызды илейміз. Егер ұнымыздың бәрін бірден салатын болсақ, қамырымыздың арасында түйірлер көп болады. Сондықтан міндетті түрде ұнды аз-аздан сала отыра қамырды илегендеріңіз дұрыс болады. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады, қолымызға жабысып тұратындай қамыр болады. Бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қолымызға қамыр жабысып қалмас үшін қолымызды майлаймыз, немесе үстел үстіне осындай майдан себеміз және қамырымызды тағы да бір дөңгелектетіп, майда-майда бөліктерге бөлеміз. Қамырымыздың бір бөлігі 80 граммдай шығады. Егер булочкаларымыздың бәрі бірдей болсын десеңіздер, таразыға өлшеп граммдап алсаңыздар болады. Бетін жауып, тағы да 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан соң көтерілген қамырымызды алып, әдемі гүлдің формасына келтіреміз. Ортасына осылай баклажканың қақпағынан қоямыз және шет жақтарын осылай пышақтың көмегімен әдемі етіп кесіп, гүлдің формасын келтіреміз. Булочканың ортасына мен варенье мен вареный сгущенка қолданамын. Сондай-ақ джем, творог немесе жай ғана сгущенка қолдансаңыздар да болады. Ортасына салмамызды салып болған соң, бетін 10 минутқа жылы жерге жауып қоя тұрамыз. 10 минуттан соң бетіне жұмыртқаның сарысынан жағып, 180 градус қызып тұрған пешке 30 немесе 40 минутқа салып, булочкаларымызды пісіріп аламыз. Біздің булочкаларымыз дайын. Қазіргі Instagram желісінде хит болып жатқан булочканың осы формасымен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дәмі сондай керемет болып шығады. Осы булочканы менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Менің күнделікті салып отқан рецептімді жіберіп алмас үшін.